Селам алейкум, урметли серджелер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін январьның 30-бірі чаршембе күні. Киевде 68 яшыны толдырған ilk Украин космонавты Леонид Каденюк вефат етті. Украина қараманы Каденюк 51 сенесі январь 28-ында Черневецка велиеті Клишковцы көйінді ожалар айлесінде дүнияға келе. 1995 сенесі Украина Милли Кайнат агентлігінің космонавтлар группасына сайланыла. НАСАда азырлық көре 1997 сенесі ноябрь 19-дан декабрь 5-не қадар Колумбия Америка шаттлында 87 миссиясының әркенінде чалыша. Учыш вақтында Кайнатта сумликлернің инкишафына чекасызликнің тесіріні огренген Украин-Америка аштырмасы черчевесінде биологик сынавларына кечереді. Бір Украин арбие әлі қолды. Әкесі яраланды кечкен күн девамында ешғалжелер үч кере ату күчлерінің мевзімлеріне атеш ачқан еді. Украина мұдафа назерлігінде білірілгені кебім Донецк юнелешінде Русия үджіретчілері мина ве граната топларындан Пески қасабасы янында ерлешкен Украина селялы құветлерінің мевзімлеріне атеш ачты. Приазовьеде Русия ешғалжелері Лебединский ве водяны джеварында минаты jelарыны құлланып, Украины маеджелері не қаршы 16 мина атқан еді. В результате минометных обстрелов двое захисників України. Мина топларында начылған атеш нәтижесінде Украинаның эки маежесі яраланды. Арби хызметчілер әжеле суретті тибиет муайселеріне кетірілді. Анда оларға зарури ярдым көстерілі. Тибиет адымлары оларының алыны қанайтлей дәрежі деп қайдеті. Те сувке телефомызды бар. Туневын саат бұрбучукларда водяны живарында хайфив селя атыждан 1995 сенесі доғма Украин арбейі әлі қолды. Русия ве Қытай әрекетлері Қошма Штатлар için тәлікеледір. Бұны Америка Қошма Штатларының президенті Дональд Трамп Конгресске ilk хитабы вақтында білдірді. Девлетнің өзек едігіні янартмаға ве ғайрыдан тіклемеге чағырды. Бұның еле президентлігінің вазифесі Американы йолу девлет этмекні ибарет олғаныны қатарлатты. Дональд Трампның айтқаны кебі Русия ве Қытай Американың қиметлері иқтисадияты ве менфатына тәліке ярата. Бұтын дүнияда жинай режим, террористик тешкілиятлар ве қавсызлығымыз, иқтисадиятымыз ве қыметлерімізге тәлікелі олған Қытай ве Русия кебі рақиплерімізге раст келеміз. Иш бұчағыровларға задетлерге ел ачқан тақатсызлық келеді елді. Милли мудафаның әнемен вастасы олған күчілі жевап бермек ләзім. Назерлер кабинеты Девлет хазине хызметінің вазифелерінден ұзақлаштырмаған рейсі Роман Насировның ештен чықарды. Мұнасип қарар Назерлер кабинетінің бүгінке отырышында алынды. Насиров хызмет алы ве акимиет суистималында қабатлана. Тәқиқатның версиясы бойынша Насиров қачақ халық депутаты Анищенканың шіркетлері үшін бергі боржыларының қанунсыз тәсқитыны берген еді. Девлетке кетірілген зиян миқдары тахминен 2 миллиард гривна, яда 70 миллион долларны тешкілеті. Украинаның қачақ президенті Виктор Януковичның Девлет хайынлігі қындаки іші бойынша махкеме отырышы февральның 7-сіне кечірілген. Киев Абалони район махкемесінің бүгінки отырышы Януковичның адвокатлары келмегені себебінден өткерілмеді. Имае хазмет елжылықлары қында бірді-бір хабер бермеді. Прокурор Руслан Кравченко бұны махкеме кетешатының ұзатырылмасы олар ақтаный. Виктор Януковичке яны Девлет имае сыны бермеге талап етті. Бүгін махкеме қабатлайжы тарафның шатларыны дінлемек керек еді. Прокурорның сөзлеріне көре қабатлайжы тарафының 18 шатыны дінлемеге қалды. Әвел имае 35 шаттан ибарет олған жедвеліні берген еді. Поведінка сторони захисту дійсно свідчить про... Имайның әрекеттарзы иш бұжыны кетешатының мүдетлері бозылынғанны білдіре. Кечкен отырышларда махкеме велден тарихи белгеленген махкеме отырышлары арасында хызмет елжыларыны планлаштырылмаға керек олғанны қайт еткен еді. Черговый зарыв судовых засідань. Қабатлайжы тарафының фікріне көре. Отырышның невбетеке сыфыр бұзығы жыны месулетке қабатланған Януковичның чекелмемесі. Оның Украин махкемесі өгінде месулеттен қачынмасы ичун япылған.
Хаберлернын гезледен атылмасы кибер уджумлер иктисади шантаж, тарихны чаптырмак ве жемиятны бөлмек интылувлары. Булар Русиянын Украинаға қаршы алып барған мелеш женкінің қысымларыдыр. Айны усулларны Кремль, Авропа ве Америка Кошма Штатларына қаршы кулана. Мелеш женкінің алетлері қында мұхберіміз икееті. 40 сенелері Украина сен ордусының тибардан түшірілмесі Совет ордуларының Қытай, Корея, Ангола, Вьетнам женклерінде ғайыры ресми іштірағы. 90 сенелері Итифақ жымхуретлерінде жемиетні бөлмек интылувлары. Москвада шуралар бірлігі вақтында меле женкнің усулларыны дінейді. Шуралар социалистик жымхуретлер бірлігінің дағылмасындан sonra Русия мақсус қызметлері КГБ ішіне девамыты. Они мыслят этими категориями. Олар айны шу категориялар или факыр юрсетеве bu мақсус васталарыны, мақсус янашуларыны мемлекет içinde devlet idaresinin esas usulü olarak kullana. Şunun için anda teşvikat, kutlevi matbuat vastalarının nizareті, yalan haberler бар ve ilahri. Yani muvazi hakikat virtual gerçeklik teşkil oluna. Dışında da aynı şeyler ola. Rusiyanın Ukraynaға қаршы мелеш женкі 2014 senesi vakalarından evvel başlandı. D siyasetçiniz Максим Разумный. Например, с 2000... Mesela 2005 senesinde Rusya'da Georgiy Şeritçigi aksiyası başlandı. Bir bakıştan vatanperver hatıra aksiyası gibi görünüyor. Fakat Ukrayna sakinlerinden çoğusu için apansızdan başlangan Rus bayrinde aynı şu şeritçikni көрген edik. Haber ucumları Kreml'nin millet tecavüzünün esas elementlerinden biri. Adeti matbuat vastaları ve içtimai ağlarında alıp barıla. Yalan haberler tarqatıla. Sayfeler anti-Ukrainizatlar ile doldurula. Bunun için troller fabrikaları hareket etti. Есть группа мониторинга. En muhim hadiselerini gözetken nezaret grupalары çeşit tuzaklarını ya da haber alınını atılması gerek olgan yalan malumatını azarlagan talil grupaları var. Aynı vakitte troller grupası da çalışa. Tarihni gayrıdan yazıp almak ıntılıvu milletçinkinin da bir usuludur. Misallerden biri Frankistan prezidenti Emmanuel Macron ile görüşüvü vaktında 2017 senesi Mayıs ayında Vladimir Putin Kiyev'ke nazı Yaroslav Mudry'nin kızı Frank kraliçesi Anna'na Rus olarak adlay. Putin'in idaresi başlanmasının Moskva maksatlarına erişmek için energetika kolundan faydalana. Gaz yakarılıktan millet cenkinin kısmına çevirine. Энергетика становится... Energetika iktisadiyatının diğer resurslarına erişimin açılması için şantaj kolu ola. Misal için öz gaz borusu üzerinde nizaretine gayip etken Ak Rusiya. Enerjimin balarının hep artkan fiyatlarına karşı Lukashenko iktisadiyatının bütün sektorlarını vermek zorunda kala. Ukrayna diplomatları degeni gibi Kreml bütün garbiye medeniyetke karşı cenkleşi. Amerika Koşma Ştatları Rusiyanın oy sağlarına kirişmesini isbatlay. Buyuk Britaniya Brexit'ke tesirinin imkaniyetlerini teşkiri. Avropa siyasetçileri Rusya lobisi ciddi olgan memleketlerde Avropa şubeciliginin artmasını Kreml'ge bağlay. Росія, яка намагається вести гібридну війну. Avropaga aman-aman bir memleketke karşı milletçinkini alıp barmağa tırışkan Rusiya, tek saylavlarga karşı yada teşviqat değil ki bu demokratik hayat usuluna dozdokru tehlikedir. Temeli tehlike Avrupa'nın bu vaziyetten çıkması şu cümleden Ukrayna'ga da bağlı. Росія контролює. Карлос Пучдемонның бинлерде тарафдары Каталония парламентының бинасы янында наразылықта иштирак этти. Регионның мустақилиги ве Пучдемонның үкімет башы вазифесіне сайланылмасыны талап етелер. Наразылардан базалары оның сымасы япылған маскаларны тақап, плакат ве байрақларны алып келді. Салы күні парламент отырушының тарихы деніштірілді. Еш бұл отырушта Пучдемон Каталония башы оларақ сайланылмақ керек еді. Кечкен авта Испанияның анаяса махкемесі Пучдемонның регион башы оларақ сайланылмасы үшін отырушта шақсен бұлынмасы зарур олғаны аққында қарар чықырған еді. Фақат о шымды Мадрид тарафындан исян ве бюджет васталары суистималында қабатланғаны себебінден Бельчикада болуна.
Славян Любляна шерінде футзал бойынша Авропа чемпионаты башланacak. Акшам ачылыш матчында турнир сайыплары Славянлер Сырбистан такымы ile көрішəcек. Ярышның ilk күні да бір ойын Русия ile Полония арасында кечірілəcек. Украин такымы группа басамағының ilk көрішіғыны февральның 2-сінде Романия такымы ile кечірəcек. Февральның 4-інде Сары Мавылар Португалия ойынчылары ile көрішəcек. Черек финалға әр группаның 2 такымы чықачак. Футзал бойынша Авропа чемпионатының финалы февральның 10-ында кечecek. Украина Евровидение 2018 ярышының 2-нче яры финалында чықышта булунacak. Бұл Лиссабонда ер ярышының иштиракчы мемлекетлері арасында жареп ташланылмасының нәтижесідір. Украина ile 2-нче яры финалда да 18 мемлекет иштирак етecek. Олардың арасында Полония, Гурджистан, Маджаристан, Австралия. Тет бір вақтында Киев елбасшысы Виталий Кличко Евровидение ярышының тимсали анақтарыны Лиссабон шәһәр башы Фернандо Медина берді. Хатырлатам, былтыр ер ярышы Украина пайтақтында кечірілді. Бірінші ерні Португалиялы Сальвадор Сабрал қазанған еді. Урметлі серджелер, бұды қығыға бұл сонки хаберіміз еді. Дады чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UA TV или олыңыз. Сағылықнен қалыңыз. Көрішкенже.